Бұл өтірік айтатын адамдар бөлек үш-ақ адамға шариғат рұқсат береді. Ерлі зайыптылар болмайтын нәрсеге ыру-дырду болып айырылысайын деп жатыр. Сол кезде үшінші адам ортаға кіріп өтірік айтса болады. Екінші жағдай, жау шапқыншылық заманда шариғат рұқсат береді. Кімге? Сол елді отанды сақтап қалу үшін ғана өтірік айтса болады. Үшінші жағдай, екі мұсылман адамды татуластыру үшін. Ағалы інілі ма, достар ма білмеймін. Бірдеңе сөз келіп қалып, екеуі бет көріспей кетіп, екі жаққа кетіп жатыр. Сол кезде үшінші адам ортаға кіріп өтірік айтса болады. Ана досына барып айтып жатыр. Ана адам неше күннен бері жұмысқа шыға алмай жүр екен. Тамақ ішпей, су ішпей қойыпты. Неге десе, өкініп жатыр. Анау ағамды ренжітіп қойдым деп. Бұл негізі нормально жүр мына бірақ өтірікті айтып жатыр ағам бар. Ана кісінің мазасы кетіп қалыпты деп. Сөйткенде ана кісі кішкене, жарайды, егер өзінің қатесін түсінген болса, жарайды деп, анау сәл түсті төменге. Мынаған да сөйтіп айтып келеді. Анау ағаң неше күннен бері мазасы жоқ екен. Неге? Інімді ренжітіп қойдым деп. Ол ағасы нормально жүр жақта негізінде. Ол кетсін, онда інім жоқ деп. Үшінші адам ортаға кіріп өтірікті айтып, екеуі не істеп жатыр бір-біріне? Жақындатып татуластырады да, екеуі жақындап келеді. Міне сол адамға ғана рұқсат береді шариғат. Татуластыру үшін достарды, ағайындар, адамдарды рұқсат береді дейді.